Кайырлуу күн достар. Баршаларыңызды келе жаткан Халыкаралык Айелдер күнү менен куттуктаймын. Соган орай бүгүн мен сиздер цифра тортунун рецептисин бөлүшетін боламын. Видеону сонуна чейин карап, каналыма тиркелип, лайк, комментарий калтырууду унутпаңыз. Біз ең алдымен бір жұмыртқамызға қантымызды салып, араластырып аламыз. Содан соң балымызды салып, тағы бір рет араластырамыз. Араластырып болғаннан соң майымызды салып араластырамыз. Осы массаны кішкене минут отта ұстаймыз. Біз бұл массаны қайнатпаймыз. Ішіндегі ингредиенттеріміз ерігенге шейін отта ұстаймыз. Содан соң сода мен уксусымызды қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызды 3-4 бөліп қосып, қамырымызды елейміз. Қамырымызға өте көп ұн қоспаймыз, себебі біздің қорыштарымыз өте қатты болып пісіп кетуі мүмкін. Қамырымызды елеп болған соң, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Жарты сағаттан соң тоңазытқыштан қамырымызды алып, 3 бөлікке бөліп, пергамент қағазында жаямыз. Және де осындай қағазға 8 санын жазып алып, тестамыздың үстіне бастырып, кесіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіреміз. Одан көп уақыт пеште ұстамаймыз, себебі қорыштарымыз қатып қалуы мүмкін. Қорыштарымызды вилкамен тесіп шығамыз. Енді кремін дайындаймыз. Кремне творожный сыр мен сахарная пудраны біркелкі болғанша араластыра аламыз. Содан соң сливки қойып, біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Корждарымыз суыған соң тортымызды құрастырамыз. Кондитерлік қапшыққа кремімізді салып, шариктер жасап, тортымызды құрастыра береміз.
Біздің тортымыз дайын. Безендіру өздеріңіздің еріктеріңізде. Крем тортқа сіңу үшін кемінде тоңазытқышта 6-8 сағат қойып қоямыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ертаева Арушан.